Оғашы тұрту акциясы қысаларында Мүсім көпірияны Ақбой ярында 100 төп қойын оғашы утыртылды. Бүйік жеңінің 80 еллығын қаршы алып ұздырылған масштаплы шарада үлкеннер ойыруча көп қатнашты. Ақбойында енді көрініш шындай матур. Шуңа біз утыртқан мына шы қойын ағашлары тағында ем істесін деп, біз мына бек матур етіп ағаш утыртабыз. Бізде изгешке жиылдық, ағашлар утыртабыз. Шушу ағашларыбыз матур ғана болып күссінлер, шушу ағашлар арасында жилеклер жиярға яссын. Үлкеннер утыртқан оғашлар Мүсімебізні емлеп тезден шоулап өсіп тәкетер. Бұл ішінің әлекеге Сабантуй майданы территориясы янашасында башқарылуы ойыруша қуанышлы. Мүсім көпірінен үк матур манзара ойшылыр. Қойын оғашы соғыш символы. Ол еудай атып қалған райондашларыбызға үлкеннерімізден бір жылы истелік болып тұрашақ. Үлкеннер елі қысаларында енді бик көп шаралар өткеребіз. Шуларның бірсе бүгінгі күнде міне жерлігімізде әлекеге Сабантуй орнында ағаш утыртабыз. Енді ағашларыбызны қарап, исәлемеңіне өстірге насип болсын деп айтабыз. Бұл біздің келешек буынларға истелігіміз болашақ. Бүйік Ватанымыз соғышында вафат болып, яу қырында ятып қалғандарының құрметіне олар ешлер бұл мәселені оңлар өсірге тиішлер. Міне келешекте де бұл бик матур ял иту зонасына болар деп үмітленіп қалабыз. Ешіл Мүсім проектінің дәуамлы болуы сүйіндірі. Бүгін әркім мен оғаш утырттым, ейсе тәрбиеледін деп ғырурланып әйте ола. Оғаштар утыртқан майдан ветераннар аллеясы истәліклі орын булашақ. Армияға кетуші ері-егеттер шул қойынларға құлияулық бәйлеуіне матур традиция кіртіп, әтиянилер шул бақшыға кіріп, хізмет етуші оларын сағынып, исен соу қойтуларын тілеп дұға қыларлар. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мүсім телевидениесі.